Barşamızға Құдай жар болсын. Эфирде серік, одан басқа ешкім емес. Бүгін сіздермен бөлісейін дегенім бұл қазіргі Ресей мен Украина арасында қақтығыстар. Негізінде айтарым бұл жаңағы саясат жөнінде емес, бірақ рухани әлемге қатысты мәліметтер жайында. Яғни осы Ресей мен Украина арасында қақтығыстар жөнінде, оның болатыны жөнінде бұрындары пайғамбарлықтар айтылған. Сол біраз пайғамбарлықтарды тыңдадым. Бұның ішінде айтарым, яғни Ресей түбі Украинаны басып алады. Бұл қай кезде орын алады? Сол пайғамбарлықтарды тыңдасақ, бұл қауым, Құдайдың халқы көкке көтеріліп кеткеннен кейін бұл жағдай орын алады делінген. Өйткені сол пайғамбарлықтардың осы оқиғаға қатысты осы мәліметтер 2-3 мәрте қайталанады. Иеміз Иса өзінің періштелерімен келіп, өзінің күтіп отқан қалыңдығын, яғни жер бетіндегі миллиондаған сенушілерді көкке алып кеткеннен кейін осы жағдай орын алады делінген ол пайғамбарлықтарда. Яғни Ресей Украинаны басып алады. Қазіргі біздің өмір сүріп отқан ортамыз, айналамызда болып отқан жағдайлар қалай болып жатыр? Матай жазған ізі хабар 24-ші тарауда иеміз Иса ақыр заманның қай уақытта болатынын айтып өтеді өзінің шәкірттеріне. Яғни бұл бізге де қатысты. Өмір сүріп жатқан кешіресіздер. Сол жерін қазір сіздерге оқып өтейін. Қысқа нұсқа. 24-ші тарау 6-шы аятынан бастап оқиын. Сендер жақын маңдағы шайқастар мен алысырақтағы соғыс жаңалықтары туралы еститін боласыңдар. Сонда абайлаңдар, зәрелерің ұшпасын. Олар болуға тиісті, бірақ заманның ақыры әлі де бұл емес. Себебі ұлт-ұлтқа қарсы, мемлекетке қарсы аттанып, түрлі жерлерде ашаршылық пен індеттер және жер сілкіністер болады. Бұлардың бәрі тек жаңа дәуір туар алдындағы толғақтың бастапқы азабы іспетті ғана дейді. Бүгін осы жайттардың бәрі орын алып жатыр. Әлде біреулер айтуы мүмкін, бұл жағдайлар атам заманнан бері қайталанып келе жатқан оқиғалар жер бетінде. Келісуге болады, ашаршылықтар, індеттер, соғыстар, жер сілкінісі, табиғат апаты бұл бұрыннан болып келе жатқан, орын алып келе жатқан дүниелер. Енді біреулер айтуы мүмкін, енді бұрындары болған жоқ, мынау жаңағы көгілдірлер. Еркек пен еркектің арасындағы махаббаты, әйелдің арасындағы махаббаты, және олардың бүгін заңды болуы, сонары заңдастыруы. Оларды заң тұрғысынан қорғауы, мемлекеттің сондай дүниелер бұрын соңды болмаған деп айтуы мүмкін. Бұл жағдайлар болған бұрындары. Естеріңізде болса, Соддом мен Гоморра қалаларын еске алыңыздар. Сол қалада бұл жағдайлар орын алған. Өрге сырттан келген
енді сол киелі кітап бойынша бізге жеткен мәлімет бойынша сырттан келген қандай да бір қонақты, басқа адамды сол жерде күлдіршектер жаңағы жабылып зорлап жіберетін болған. Сол іспетті жаңағы Луттың үйіне келген екі періштені де сол қаланың тұрғындары жабылып зорламақшы болды. Енді сол жерде заң қайда қарап отыр деген сұрақтар туындайды. Сол қаланың патшасы болды. Сол екі қаланың да патшасы болды. Әкімі де, басқа да заң орындаушылары болды. Солар қайда қарап отыр деген сұрақтар туындайды. Әрине олар ешқайда қарап отырған жоқ. Олар яғни осы үрдісті қолдап отырғандар. Ол мүмкін емес. Осы болып атқан жағдайлар сұмдық жағдайлардың жаңағы патшаның алдына жетпеу сол оқиғалардың. Сондықтан түбі немен аяқталды ол қалалардың? Түбі иеміз жойып жіберді сол қаланы. Жойылып кетті екі қалада. Бірақ жойлар алдын сол қалада тұрған Лутты әйел және екі қызымен қоса періштелер алып шықты. Алып шыққаннан кейін ол қалаға көктен Құдай от жаудырып жойып жіберді. Бұның тарихи жаңағы нақтылайтын видеолары бар. Соларды осы YouTube'дағы менің арнамнан көрсеңіздер болады. Содом мен Гоморраның әлі күнге шейін бұл екі қаланың орны сақтаулы. Күл болып кеткен орны сақтаулы. Біразыңыз көргенде шығарсыздар. Сонымен сол уақытта сонда жағдайлар болса, ертең мына әлем неге солай жойылмасқа? Құдай соттап неге жойып жібермеске? Жоқ, біздің сол уақыттағы өмір сүрген адамдардан қандай артықшылығымыз бар? Бүгін қарап отырсаңыздар, күнә үстіне үстемеленіп жатыр. Үстемеленіп жатыр. Және сол күнәні қолдаушылар көбейіп жатыр. Тіпті ақырында қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, сонда ажыратамайтын жағдайға келе жатырмыз бірте-бірте. Яғни кезінде киелі кітапта Құдайдың өзі Ыбырайымға айтқандай, жаңағы уәде еткен жердегі тұрып атқан басқа халықтардың нағыл дейді, күнәсі шегіне жеткен жоқ дейді. Күнәсі шегіне жеткен кезде нағылды ол халықтардың түгелдей болмаса біразы жойылып кетті Құдайдың қалауымен. Жойылып кетті уақытында. Сонымен бұндағы соңғы сөз бұрындары болып келатқан жағдайлар қазір. Соғыс болсын, ашаршылық болсын, басқа да індеттер болсын, айырмашылығы бұның жиіленуінде, жиі орын алуында біздің уақытта бұл жағдайлардың. Өйткені бұндағы түсінік беретін кілт сөз бұл толғақ сөзі. Жаңа дәуір туар алдындағы толғақтың бастапқы азабы іспетті ғана. Яғни бұл толғақ 2000 жыл бұрын басталды. Осы толғақ осы уақытқа шейін келе жатыр. Міне, яғни нәресте дүниеге келер алдын толғақ жейіліп кетеді. Сол сияқты мынау жоғарыда айтылған жағдайлар, соғыс, қақтығыстар, ашаршылық пен індеттер, табиғат апаттары, яғни жиіленіп кетеді. Бүгін сол жағдайлар біздің өмірімізде, осы заманымызда орындалып жатыр ма? Орындалып жатыр. Көпке бармай қояйық, былтырғы күзгі уақыттан бері есептеңіздер. Болып атқан информациялардың жаңа жетіп атқан мәліметтердің көпшілігі соншалықты біз бірін қалдырып, бірін ұмытып кетеміз. Былтыр ғана күзде Әзербайжан мен Армян арасындағы қақтығыстар орын алған. 44 күнге созылған соғыс. Қанша мың адам қаза болды.
Көкбешік бей, ол біте бере Көкбешік бей Ауғанстандағы болған жағдай естеріңізде болар. Қалай жаңа жылдан кейін өзіміздің Қазақстанда болған мына қақтығыстар. Енді міне Украина мен Ресей арасында қақтығыстар орын алып жатыр. Және жиі орын алып жатыр, жиі. Және табиғаттың өзгерісінің өзі жиі орын алып жатыр. Біздің өзіміздің биыл жай ғана өзіміздің Шымкентте ауа райы қандай болды? Жып-жылы. Қыс жылы. Ондай қақаған қыс орын алған жоқ. Жыл сайын ауа райының өзгеріп келе жатқаны бәрімізге мәлім. Осы жағдайлар және де осы сол айтылған пайғамбарлықтарды тыңдайым дегендер болса, ұсынатыным Филипп Барнеттің сол бөліскен пайғамбарлық уағызын ұсынам. Осы ютубта орыс тілінде бар. Филипп Барнетт деп аты жөнін жазсаңыздар шығады. Кішкене сол кісі не айтты, сонымен қысқаша бөлісіп кетейін сіздермен. Ол кісінің жаңағы бөліскен пайғамбарлығы кем дегенде 1,5 сағаттай уақытқа созылады. Мен сіздерге кішкене қазір сонымен бөлісіп кетейін. Дегенмен де сондай сұрақтар туындауы мүмкін. Сенің бөлісер мәліметің бұл жаңағы Құдайдың халқы көкке көтеріліп кеткеннен кейін орын алатын болса, оның бізге қаншалықты маңызы бар дегендей. Маңызда болмай ақ қойсын. Осы оқиғаларға бәріміз куә болмай ақ қояйық. Аман есен бәріміз көкке көтеріліп кетейік, иемізбен бірге. Бізді алып кетуге келген. Дегенмен де көптеген сенушілер жерде қалып қояды деген пайғамбарлықта тағы да бар. Сол себепті бөлісе кеткенім бұл орынды деп есептеймін. Сонымен Филипп Барнетт бұл сонау Америкадан келген, Америка құрама штатынан келген, осы Украинаға қызметке келген миссионер. Ол келгеннен кейін, қызмет ете бастағаннан кейін ол кісіге Құдай ашады, аян береді, ашықтығын береді. Украинамен не болатын жөнінде. Ол кісі одан бұрын әлі де миссионер болмай тұрғанда өзінің елінде жүрген кезде, ол кісінің айтуы бойынша 27 жыл бұрын дейді, бір сондай Құдайдың қызметкері келіп, қауымында пайғамбарлық сөздермен бөліседі. Сонда ол кісі айтыпты. Осы Америкаға атом бомбалар түседі қалаларына, сөйтіп ақш мемлекеті жойылып кетеді. Үлкен соғыс болады деп. 3-ші дүниежүзілік. Сөйтіп жойылып кетеді дейді. Сонда бұл кісі мынау есі дұрыс па, не айтып отыр деп. Қалай сонда деп қабылдай алмаған екен. Бірақ бұл кісі естіді. Яғни сенім естуден басталады. Бұл информацияны ол қаласын, қаламасын, қабылдасын, қабылдамасын, ол естіген. Сол сияқты бұл информацияны сіз қалайсыз, қаламайсыз. Біздің жаңағы естігеніміз бұл орынды, дұрыс. Кім естіп хабардар болды, сол қаруланды дейді. Яғни уақыт сағаты келген кезде енді мен осы жөнінде айта бастадым дейді. Қарулы қақтығыстар, атом бомбасы түседі. Енді бұл сұмдық жағдай, сұмдық оқиғалар.
Енді сіздер ойлайтын шығарсыздар дейді, мені есінен ауысқан есалаң деп жаңағы. Сенбейтін шығарсыздар дегенмен, Құдайдан жеткен мәлімет болғаннан кейін мен сіздермен бөлісемін дейді. Бірақ дегенмен де ол кісіге ашылмаған екен, бұл қауым көкке көтеріліп кеткеннен кейін орын алады деп бұл жағдайлар. Яғни Ресей армиясы Украинаға кіреді, бәрін басып алады. Олар өздігінен кірмейді, оны Украинаның жаңа билік орнындағы адамдары шақырады дейді ішке кіруіне. Жақындағанда оқиға болды ғой, жаңағы қаңтар айында болған оқиға кезінде біздің мемлекетіміз, мемлекет билігі Ресей армиясын шақырды. Ресей армиясы, Беларусь армиясын, Қырғыз армиясын шақырды ішке. Олар келді. Болды ғой соны. Сол сияқты Ресей армиясы кіреді дейді. Әрине сол шығыс жағы қақтығыссыз беріледі дейді, бәрі қабылдайды дейді. Мына Украинаның батыс жағындағылар бұл Ресейдің ішке кіруін, армиясының ішке кіруін қабылдай қоймайды. Кішкене кішігірім соғыстар болады дейді. Содан кейін Белоруссиямен қандай оқиғалар орын алады? Өрде еврейлерге қатысты, соларға қатысты жаңағыдай орын алады дейді. Қудалау. Еврейлерді қудалай бастайды дейді. Қамайды, алады. Еврейлер қашады дейді ол елден. Сондай орындар орын ала бастайды. Кезінде Гитлердің уақытында сондай оқиғалар орын алып, еврейлердің бәрін аулап, бәріңізге белгілі 6 миллионға тарта еврей өлтірілген. Сонымен арғай не айтады? Одан кейін Украинаны басып алғаннан кейін сол еврейлерді қудалау мақсатында, тіпті жер бетінен мемлекетін жойып жіберу мақсатында Белоруссияның армиясы мен Ресей армиясы бірігіп, Дон өзеніне, өзінің кемелеріне, жаңағы кеме сүйреткен баржаларына өзінің қару-жарақ армиясын салып, сол арқылы Қара теңіз арқылы жаңағы сумен, теңізбен жерорта теңізіне шығып, сол неге шабуыл жасайды дейді. Израильге. Әрине Құдайдың күшімен олар талқандалады. Ишая пайғамбардың жазбасындағы пайғамбар сол кезде орындалуы мүмкін. Дамаск қаласы Сирия мемлекетіндегі жермен жексен болып жойылады делінген. Және де жаулардың жеңіліп, қателеспесем, солардың қару-жарақтарын 7 ай бойы отқа жағасындар деп, пайдаланасындар делінген. Сондай мәліметтер бар киелі кітапта. Сонымен жеңілген Ресей армиясының қалдығы сол Сирия жерімен жаяу, Иранның жерімен өтіп, Қазақстанның территориясы арқылы өзінің егініне кетеді дейді. Пайғамбарлықта осындай мәліметтер бар. Бүгін қарап отырсаңыздар қалай, енді бәрі келіп жатыр ғой. Белоруссия мен Ресей арасында, Қазақстан арасында қарым-қатынас қандай өте тығыз? Қарым-қатынаста. Сондықтан бұл пайғамбарлықтың орындалуы әбден мүмкін. Келіп тұр бәрі. Және де мына кісінің жаңа видеода, бейнебаянда айтылып атқан оқиғасында жаңа от бейнесінде, Украина картасындағы жаңа от бейнесінде атом бомбасының қай жерлерге түсетін нүктелерін көрсетіп жатыр. Көбінесе шығыс жағында түседі. Неліктен? Қазірдің өзінде белгілі, қазір Украинаға қарсы болып атқан жаңағы шет аймақтар осы шығыс жағында Украинаның. Ол да қарап тұрсаңыз, бәрі ретімен келіп тұр. Атом бомбасы тек қана Украинаның шығысына ғана түспейді. Ресей территориясының, мемлекетінің Оралға дейінгі аймағына дейін жетіп түседі дейді. Сол маңайдағы қалалардың бәрі атом бомбасынан жойылып кетеді. Ал шығыс жағындағы, сонау Сібір жақтағы, Магадан, Сахалин, сояқтан, ұмытып қалдым. Бір
жер атауы бар, сол жер атауына дейінгі жерге дейін жаңағы атом бомбасы келіп түседі дейді. Ал адам өмір сүре алатын жаңағы территория тек орталық Ресей жері ғана болады делінген. Сөре ғана адамдар өмір сүре алады делінген. Ал Ресейде қарап тұрмай өз тарапында не істейді? Олар да жаңағы енді бұл атом бомбасын лақтырған ақш мемлекеті болса, сол ақш мемлекетіне бұларды атылайды. Атом бомбасымен, ракетамен әртүрлі. Сөйтіп оларды түгелдей ақш мемлекетін жойып жібереді. Ал бұның бәрі қауым көкке көтеріліп кеткеннен кейін болатын жағдай, яғни қиямет қайым уақытында болатын жағдай. Қаос, былайша айтқан кезде, топалан бәрі. Сонда жағдайға ұшырайды жердегі халықтың бәрі. Сонда не болады? Сонда антихрист деген Мәсіхке қарсы шығушы көсем шығады. Бұл менің ойым тапшылаған. Шығады. Саяси жағында, жаңағы экономикалық жағында реттейді, соғыс жағында реттейді, діни жағындағы жағдайларын бәрін реттеп, қалпына келтіріп, сөйтіп бүкіл жер жүзіндегі халықтың жаңағы несіне, қошеметіне ие болып, үлкен абыройлы, авторитетті басшы болып шыға келеді. Сол антихрист қана бүкіл әлемді басқаратын болады. Және де оның ішінде ол кісінің айтқан оқиғасының ішінде тағы бір мәлімет. Бұл Аян кітабында айтылған, келтірілген ондағы 144 мың еврей туралы. Қауым көкке көтеріліп кеткеннен кейін, сол 144 мың еврей, бүкіл әлемге екі-екеуден бөлініп, соңғы рет ізғабар айтады. Ізғабар кімдерге айтады? Сол жер бетінде қалып кеткен сенушілерге, және сенушілерге ол қандай күнәсінің себебінен қалып отыр, соны түсіндіреді дейді. Және де 7 жыл бойы паналайтын орынды айтады дейді, қайырды екен. Құдай қайырға тағайындап қойған ол орынды, сол халық үшін соны айтады дейді. Және сөрге бар олардың паналауын сұрайды. Мұны осы жерде де кім сол айтылған жайттарға сенсе, ол сөрге барып паналайды. Сенбесе бармайды. Соңғы бір мүмкіндік тағы да. Яғни, бұл қалай айтады? Өзінің бүкіл жиған дүние мүлкін, тамаша әсем үйін, бәрін тастап, бұл жерге кету. Мұны сынақ. Бұл да бір сынақ. Тастап жаңа жерге кету керек. Егер сол оқиғаларға сенсе, айтылған сөздерге. Мұны осындай мәліметтер келтіреді бұл кісі. Мен сіздерге қысқаша ғана айтып өттім. Сол кісіні пайғамбарлық сөзін тыңдауларыңызға барады. Бүгінгі бөлісерім осы. Бәріңізге, баршаңызға рахмет. Бәрімізге Құдай жар болсын. Амин.